Сәлем достар, бүгін сіздермен шығыс тәттісі болған пахлава жасайтын боламыз. Алдымен YouTube каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жұмсақ әрі нәзік болып шығатын, ауызда ерейтін пахлавалардың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға бір шай кесенің көмегімен жылы сүт, кішкентай қасықпен қамыр ашытқы және де үлкен ас қасықпен 3 қасық қант, 3 қасық ұн салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа жылы жерге алып қоямыз. Ұнымызды салып аламыз. Егерде сіздерде тараз болмаса, осылай шай кесенің көмегімен өлшеп салсаңыздар да болады. Майды осылай видеодағыдай ұнға аунатып, терканың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Сосын осылай видеодағыдай қолымызбен жақсылап майымызды ұнға араластырып, мыжғылап араластырамыз. Алдын ала дайындап алған ашытқы қосылған сүтімізді құйып, араластырып, қолымызбен жақсылап біркелкі эластический масса дайын болғанға дейін илейміз. Осылай жұмсақ нәзік қамыр болған соң бетін жауып, 30-40 минутқа қойып қоямыз. Көтеріліп шыққан қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлетін боламыз. Үлкен, орта және кіші 3 бөлікке бөлеміз. Достар, ескертетін жағдай, қамырымызды ұзақ ұстамау керек. 1 сағат, 2 сағат, 30-40 минут ұстасаңыздар жетеді. Осы видеодағыдай шамалы ашыған болса жеткілікті. Кіші және орта бөліктердің бетін жауып, үлкен бөліктен бастап жаямыз. Алдымен саусақтардың ұшымен, сосын оқтайдың көмегімен жаямыз. Менде 4 бұрышты форма болған соң, 4 бұрышты етіп жайып алдым. Формамыздың бетіне противень салып, бірінші қамырымызды саламыз. Қамырымыз формадан шамалы артық етіп жайған дұрыс. Құрғақ әрі таза ыдысымызға жұмыртқаларымыздың ағын салып, сарысын алып қоямыз. Ол бізге бетіне жағуға керек болады. Миксермен шайқап аламыз, шамалы ақ масса болғанға дейін. Сосын үстінен қантты жай осылай видеодағыдай бөліп салатын боламыз. Бәрін бірден салып жермеңіздер достар. Сіздердің жұмыртқаларыңыздың ішінде қант ерімей қалуы мүмкін. Осылай аппақ масса дайын болды. Ішіне салатын салмаларымыз жаңғақ, мейізімізді дайындап аламыз алдын ала. Және де осылай қамырымыздың үстіне жаңағы ақ массаны біркелкі етіп, бәр жеріне теңдей етіп жағып шығамыз. Видеодағыдай жаңғағымызды, оның үстінен мейізімізді салып шығамыз. Кіші бөлік қамырымызды 4 бұрыштап жұқалап жайып, осылай жан жағына кішкене шамалы жетпейтіндей етіп жайып аламыз. Үстіне ақ массамызды жағып, жаңғақ мейізімізді теріп шығамыз. Сосын үшінші қамырымызды салып, жан жағын теңдей етіп жауып шығамыз.
және де қамырымыздың бірінші қамырдың артық шеттерін осылай үстіне қарап шетін жақсылап бүгіп жауып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жақсылап бетіне жағамыз бір келкиетіп. Пышақтың ұшымен осылай жолақтар кесіп аламыз. Видеодағыдай әр бөлшектің үстіне жаңғақтарымызды теріп тізіп шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.